Әпке қайда? Оны баған же үйге шақырып қалды. Ал мен саған қарап қалатын болдым. Бәрін топырлап қай жақтан келесіңдер? Кафеден келіп жаттық. Ана қыз кім? Бұл қыз бізде кафеде көмектесіп қалды. Бір жігіттер тиісіп жатқан бізге. Менің есімім Кәусар болады. Рахмет саған. Қыздар, танысқаныма қуаныштымын. Бірақ менің басқа да жұмыстарым бар. Жаршылықта кездесейік. Назым, маған Кәусар ұнады. Оны қорғаушы қылып алсақ қайтеді? Ал Гаухаршы? Қосымшаға дегенім ғой. Алсақ алайық, Гаухар өзінің жұмысын дұрыс атқармай жатыр ғой. Кешіріңіздер, енді сіздердің жаныңыздан бір елде шықпайтын болам. Сонда да алайықшы. Не болды? Ойланып кеттісің ғой? Жай, кішкене. Мен оның кімнің ойлап отқанын білем. Ой, ешкім ойлап жатқан жоқпын. Қой, сен тыныш отырмайсың. Қойыңдаршы бұл сөзді. Кеттік одан жаққа қайтайық. Аржан біз қайттық. Жарайды, кеттік. Не болды бүгін қуанып тұрсың ба? Бала көргенім ғой. Жолда. Қандай бала? Мақал ма сондай? Түнде сондай сияқты. Өзің ғашық емессің ба? Сүйкімді бала екен. Көріп қалсаң суретін жіберсейік. Ол алып қоя берші. Өзің статусқа қаларсың. Мен ана жақта түліктер бар, чеқа кетіп бақтым табайын. Бұлар кімдер? Сенің адамдар ғой. Айта беріңдер. Біз жаңа жоспарлағанда бір қыз бізге кедергі болды. Ол кім? Біз оларды танымаймыз, олар мықты екен. Бара беріңдер. Әлгі адамың қайда? Ол адам екеуміздің арамызда түсініспеушілік болып қалды. Оның және де көзін құрттым. Не оған Әділет. Саған айтып отыр ғой, Әділет. Ол бағана қызды көріп ғашық болып қалған. Қой, шынымен? Әділет. Жүрегімді алдың ғой. Қыдыр бағана қызға ұқсап кетті бе? Не oldu менің прикол ұстап? Не болды енді прикол ұстадық қой, досымыз ғой. Қойыңдаршы бәрі, сендер түсінбейсіңдер. Не болды анаған? Жігіттер, біздікі дұрыс болмаған сияқты. Анау шынымен анау қыз жақсы көріп қалған. Біз соған көмектесу керекпіз. Біз оған қалай көмектесе аламыз? Менде бір идея бар. Алло. Шеф, Не болып қалды? мен сіздің тапсырмаңызды орындадым. Жарайсың. Олардың ішінде бір қызды қармағыма түсірдім. Жарайды. Келесілерін қармаққа ілуге тырыс. Жарайды. Қалай, саған кино ұнады ма? Егер де сен де біз сияқты киноға түскің келсе, біздің топқа кел.
Егер де сен біздің топқа қосылғың келіп келсең, саған жеңілдіктер бар. Адрес Адырбекова 87. Біз сені күтеміз.